Суық түскенде лимон таптырмас өнім болып табылады. С дәрумені иммундық жүйені нығайта түседі, хош иісі жігерлендіреді. Лимон бізге сонау Үндістан мен Қытай жерлерінен келген екен. Кезінде экзотикалық болған бұл жеміс қазіргіде елімізде орнығып, халқымыздың көңілінен шығып жатыр. Лимонның пайдасы мен зиянын біліп жүрейік. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Құрметті оқырман, 100 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Лимон ағашының әсемдігінен бөлек, лимон жемісінің шипалық сипаттары бір бөлек. Лимон жапырақтарын сүртпей ғана асқыласаңыз, әдемі иісі бөлменің ауасын жақсартып, адамды сергіте түседі. Лимон қан қысымы жоғарылағанда, атеросклерозда, асқазан ауруында, өт жолында, тас бар кезде пайдалануға болады. Лимон қосылған шай тұмау тигенде, тыныс алу жолдары қабынғанда өте жақсы көмек береді. Шөлді қандырады. Лимон шырыны жүйке жұмысын реттеп, қан қысымын төмендетіп, қан жолдарын тазалап, ревматизмнен жазуға көмек береді. Лимон ағашының әсемдігінен бөлек, лимон жемісінің шипалық сипаттары бір бөлек. Лимон жапырақтарын сүртпей ғана асқыласаңыз, әдемі иісі бөлменің ауасын жақсартып, адамды сергіте түседі. Лимон қан қысымы жоғарылағанда, атеросклерозда, асқазан ауруында, өт жолында, тас бар кезде қолдануға болады. Лимон қосқан шай тұмау тигенде, тыныс алу жолдары қабынғанда өте жақсы көмек береді. Шөліңізді қандырады. Лимон шырыны жүйке жұмысын реттеп, қан қысымын төмендетіп, қан жолдарын тазалап, ревматизмнен жазуға көмек береді. Тісті ағарту үшін тіс пастасына лимон шырынын 2 тамшысын қосып, қызыл-еттің қанауы мен қабынуын төмендете түседі. Құрғақ әрі сезімтал теріні ылғалдандыру үшін 8 шай қасық жоғары сұрыпты өсімдік майына, 4 шай қасық лимон шырыны мен 2 шай қасық балды ыдысқа салып, араластырып жағады. Лимон терінің майлылығын азайтып, безеуден де арылуға пайдалы. Бір жұмыртқаның ақ уызы мен лимон шырынын араластырып, 20 минуттан кейін жуып тастаса, тері тазаланады. Тері күйгенде лимоннан компресс жасап, бір күн байлап ұстаңыз, жазылуды тездетеді. Уланғанда шырынын жылы суға салып ішсе, токсиндерді шығарады. Етеккір қатты келгенде әйелдерге лимон шырынын ішу пайдалы. Алма мен лимон шырыны араласқан шырын дизентерия кезінде ем болады. Жүрек әлсіз болғанда лимон қабығын шайнайды. Мұрнынан су аққанда 4 тамшы шырынды мұрын қуысына күніне бірнеше рет тамызады. Мұрын қанағанда шырынға мақтаны батырып қояды. Ангина кезінде 1 стақан жылы суға жемістің шырынын араластырып тамақты шаяды. Лимон дақты кетіреді. Былғары киіміңізге сия тамып кетсе, лимон шырынына батырылған шүберекпен сүртіңіз. Киімге фломастерден маркер тигізіп алсаңыз, азғана лимон шырыны мен тұз сеуіп тастаңыз. Кейін жуып тастаңыз. Металл ыдысты лимон қабығымен сүртсеңіз, жарқырап шығады. Үйіңізге құмырсқа үйір болса, жүретін жолына лимон шырын немесе 2 тілігін тастаңыз, қайтып кетеді. Көкөніс салынған ыдыстың арасына 1 дана лимон салсаңыз, көкөністер ұзақ сақталады. Сарғайып кеткен киімді қайнаған суға лимон шырынын қосып жусаңыз, түсі орнына келеді. Микротолқынды пештің жағымсыз иісінен арылу үшін суға бірнеше тамшы лимон шырынын қосып, суды кейін суытып, тоңазытқышқа салып қойыңыз. Иісін тез кетіреді. Лимон асқазандағы қорытуға көмектесетін заттардың бөлінуіне әсер беріп, ағзаға темір мен кальцийдің сіңіруін жеңілдететін энзимдарды бөледі. Өзі қышқыл болғанына қарамастан ол асқазан суларының қышқылдығын төмендете түседі. Әрине, лимон құрамындағы С дәрумені жайлы айтпай қоймасқа болмайды. Ол жалпы иммундық жүйені жақсартып, түрлі ауруларға тосқауыл болады. Лимон ағзадан қажет емес кір қоқыстарды шығаруға көмектеседі. Мысалы, ұзақ уақыт дәрі, антибиотик қабылдасаңыз, лимонның көмегімен бауырыңызды улы заттардан тазартсаңыз болады. Лимон шырыны мен қабығы антисептикалық қасиетке ие. Онымен жараларды сүртіп, ертіндісімен тамақ шайса болады.
Лимон қан құрамындағы холестерин деңгейін төмендетіп, тәбетіңізді ашады. Лимон құрамындағы ер дәрумені қан тамырларын беріктендіріп, қан қысымын көтереді. Әрине, лимонның ең танымал қасиеті жұқпалы тұмау ауруына төтеп бере алуы. Видео пайдалы болса, жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.